Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі 9-шы дәрістің тақырыбы жасушадағы зат және энергия алмасу. Бұл дәрісті игеруде келесідей сұрақтар қарастырылады. Катаболизм және анаболизмнің өзара байланысы, автотрофты, гетеротрофты, фототрофты, хемотрофты ағзалар және фотосинтез процесі. Зат алмасу процесі бұл метаболизм. Метаболизм дегеніміз зат алмасу ұғымы, химиялық құрам бөліктердің алмасуын, сондай-ақ энергияны түрлетіп, энергияны өзара өзгертуді қамтиды. Мұнда қоректі зат жасушаға түседі, жасушадан керексіз зат шығарылады. Жалпы метаболизмнің механизмі осындай. Зат алмасу процесі дегеніміз тірі организмдегі белгілі бір тәртіппен кезектесіп жүретін әртүрлі химиялық реакциялардың жиынтығы. Сыртқы ортадан заттардың организмге енуінен бастап ыдырау өнімдерін қайта тысқа шығаруды дейінгі күрделі өзгеру тізбегін зат алмасу деп атайды. Зат алмасу немесе метаболизм екі процестен тұрады: катаболизм және анаболизм. Энергетикалық алмасу бұл катаболизм, яғни ыдырау реакциясы немесе диссимиляция, ал пластикалық алмасу бұл анаболизм, синтез реакциясы немесе ассимиляция. Яғни энергетикалық алмасу немесе диссимиляция бұл энергияға бай қосылыстардың түзілу реакцияларының жиынтығын қамтиды, сонымен қатар органикалық қосылыстардың ферментативті ыдырау реакцияларын жүргізеді. Анаболизмнің атқаратын қызметтері: сыртқы ортадан организмге қажет заттарды қабылдайды. Қабылданған заттарды организм ұлпалары мен жасушалары сіңіре алатын қосылысқа айналдырады. Жасуша құрылымын, биологиялық белсенді заттарды түзеді. Ескірген құрылымдарды алмастырып жаңартып отырады. Қарапайым заттардан күрделі қосылыстар түзеді. Денеде қор жинау процесін атқарады. Катаболизмнің атқаратын қызметтері: организм қорын жұмылдыру, яғни мобилизациялау, күрделі қосылыстарды қарапайым заттарға ыдыратады, ұлпа мен жасушаның ескірген құрамдарын ыдыратады, бұзады, қуатты заттарды ыдыратып энергия бөледі, организмнен алмасу өнімдерін бөліп шығарады. Энергия алу жолдары бұл қандай организмдер арқылы жүзеге асады? Оларды автотрофты, гетеротрофты организмдер деп бөледі. Автотрофтардың өзін фототрофты, хемотрофты деп бөледі. Ал гетеротрофты бұл дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер. Бұларға сусімдік қоректі, шөп қоректі, сапрофиттер, паразиттер жатады. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Автотрофты тірі ағзалар бұл көміртек көзі ретінде көмірқышқыл газын қолданатын ағзалар. Оларға өсімдіктер мен кейбір бактериялар жатады. Басқаша айтқан кезде су, көмірқышқыл газы мен минералды тұздар сияқты биорганикалық заттардан органикалық заттар түсетін ағзалар. Энергияны пайдалану көзіне қарай автотрофтар, бұлар фототрофтар және хромотрофтарға бөлінеді. Гетеротрофтылар бұлар қоректік ретінде автотрофтар синтездеген органикалық заттарды пайдаланады. Бұларға жануарлар, саңырауқұлақтар және көптеген микроорганизмдер жатады. Қоректену түріне байланысты гетеротрофтар өсімдіктермен қоректенетін фитофагтарға, жануарлармен қоректенетін зоофагтарға, өлесілермен қоректенетін некрофагтарға, жануарлардың соңғы өнімдерімен қоректенетін копрофагтарға, өсімдіктер шірінділермен қоректенетін сапрофагтарға және жартылай ыдыраған органикалық заттармен қоректенетін детритофагтарға бөлінеді. Фототрофтар биосинтез реакциясы үшін күн сәулесінің энергиясын пайдаланатын организмдер. Бұған көбінесе жататындар өсімдіктер мен цианобактериялар. Хемотрофтар энергия көзі ретінде органикалық және биорганикалық заттарды қолданатын бактериялар. Олардың өзі хемолотитотрофтылар. Бұлар қуатты органикалық емес заттарды толықтырудан алады және хемоорганотрофтылар болып бөлінеді. Бұлар соңғысы көміртек пен қуатты органикалық заттардан алады.
Бұларға көбінесе топырақта мекен ететін аэробты және анаэробты микроорганизмдерді жатқызуға болады. Фотосинтез дегеніміз жарық энергиясының химиялық байланыстар энергиясына өзгеру барысындағы процесс. Фотосинтез процесінің ашылу тарихын міне алдарыңызда көрсетіліп тұрған бірнеше ғалымдардың есімімен байланыстыруға болады. 1770 жылы ағылшын ғалымы Джозеф Пристли өсімдіктердің оттегін бөлетінін байқаған. 1817 жылы француз химиктері Пельтте жапырақтан жасыл зат бөліп алып, оны хлорофиль деп атаған. 1845 жылы неміс физигі Майер жасыл өсімдіктер күн энергиясını химиялық энергияға айналдыратынын дәлелдеді. Ал орыс ғалымы Тимирязев фотосинтез күн спектрінің хлорофилі өте көп сіңірілген жерлерінде анағұрлым күштірек жүретінін тапты. Фотосинтез процесі екі сатыға бөлінеді: жарықта жүретін сатысы және қараңғыда жүретін сатысы. Жарықта жүретін сатысында болатын процестер: біріншіден, бір-бірін өзара толықтыратын екі, яғни судың ыдырауы мен АТФ синтезі процестеріне пайда болады. Екіншіден, су фотолизі, судың жарықта ыдырау процесі, атмосфераға оттегі бөліп шығарады, ауадағы көмірқышқыл газын қосып алып, глюкоза молекуласын синтездейді. Үшінші процесі, хлорофиль молекуласына жарық түскен кездегі энергияны АТФ-ті синтездеуге жұмсайды, онда АДФ тағы да бір фосфат қосып алып АТФ-ке айналады. Қараңғыда жүретін сатысында болатын процесс бұл атмосферадағы көмірқышқыл газы және жарық сатысынан түсетін сутегі қосылысы нәтижесінде глюкоза молекуласының синтезі жүреді. Жарық реакциясы барысында қорға жиналатын АТФ энергиясы шығындалады. Бұдан шығатын қорытынды: тіршілік әрекетіне байланысты клеткада үздіксіз биологиялық процестер жүріп жатады. Оны биосинтез процесі деп атайды. Ферменттердің және энергияның қатысымен төмен молекулалы заттардан жоғары молекулалы қосылыстар түзіледі. Амин қышқылдардан нәруыздар, моносахаридтен күрделі көмірсулар синтезделеді. Азотты негіздер нуклеотидтердің құрылымына қосылып, олардан нуклеин қышқылдарын түзеді. ДНК құрылымындағы нуклеотидтердің орналасу реті гендердің жиынтығы және генотипті анықтайды. Ескі молекулалардың орны жаңа молекулалар ауысып отырады. Олар өсу процесі кезінде және олардың органоидтардың түзілуіне жұмсалады. Сөйтіп, клетка өзінің тіршілік әрекетіне байланысты жүріп жатқан өзгерістерге қарамастан пішінін, химиялық құрамын тұрақты қалпында ұстайды. Биосинтез реакцияларына энергия жұмсайды. Ыдырау реакциясы кезінде керісінше энергия бөлінеді. Бүгінгі 9-шы лекцияның маңызды сұрақтары осы. Назарларыңызға рахмет.